Так, мына қағаздарға қол қойылу керек. Мына іс әлі жүргізілуде. Бұны басқа бөлімшеге тапсыру керек қой. Жарайды. Ой, кім? Алло, я аға лейтенант сержан. Қандай бұйрығыңыз бар? Қай жақ? Я, мейрамхана беткейінде. Я, әрине өзіммін. Қазір камералардан қарап көрейін. Жарайды, сізге толық хабарын айтамын. Жақсы. Бұл кім екен? Тапа-тал түсте. Нені ұрлап жүр? Қазір толығын көреміз. Ал қарайық, кім болды екен бұл? Так, өзімнің бөлімшемде жоқ. Мына жерде жоқ, ешқандай ұрыны көріп тұрған жоқпын. Жоқ. Банкте еш ұрланбаған жоқ, барлығы таза. Ана кім? Міне жүр ғой. Қолында бір сөмке ақша бар. Іздеп тұр мынау. Ана қашып бара жатыр. Оның үстіне жерге ешкім жоқ екен, тез жетіп алу керек. Тез жетіп алу керек. Қайда жүр, осы жақта ма еді? Тез кетіп қалмай тұрғаннан жүр ғой. Бері кел. Ей, тоқта. Тоқта, мынау қайда қашып бара жатыр? Көтер қолыңды. Тоқта деймін мен саған, мен сені бәрібір де ұстап аламын, ешқайда да қаша алмайсың. Мына білем, қазір күте тұр. Ей, қайда кетіп бара жатсың? Тоқта. Тоқта деймін. Оқ атуыма тура келеді онда. Жетсем. Тез түс бол. Саған кім рұқсат берді, мемлекеттің осындай көлігіне мінуге? Кім рұқсат берді деймін? Қолыңдағын ақшаны қара. Жүр бөлімшеге, сөйлесуіміз керек. Жүр, сен сақ болу керек екен. Түс алды ма? Кір мына бөлмеге. Отыр. Сенмен сөйлесетін әңгімем бар. Отырсаншы. Я, қайда жөнелдің? Айтып отыр. Мені жіберіңізші. Қалай жіберіңізші? Мен сені қалай солай болса жібере саламын, Нені тонадың? Айт бол. Ақшаны ұрладым. Айналайын, ақшаны ұрлағанды біліп тұрмын. Қайдан ұрладың деп тұрмын? Кафе мен банктен. Ол жерде адамдар жоқ болды ма не? Болмады. Сонда адам болмаса осылай ұрлай бересің бе не? Тапа-тал түсте ұры түскен дегенде шошып кеттің ғой. Оның үстіне қыз баласы екенсің. Бұл саған осы сайыс бе? Өтініш, менің қарным ашты. Маған тамақ алып келіп бересіз бе? Қарным ашты? Не, ақша ұрлаймын деп қарның ашып қалды ма? Жарайды, мен саған қазір ас әкеліп беремін, бірақ ешқайда да кетуші болма, ұқтың ба? Жарайды. Алло, аға лейтенант сержан. Я, мен оны таптым. Я, қазір күте тұрыңызшы. Естілмей жатыр. Свет нашар секілді. Я, оны таптым. Қазір онымен толықтау істер жүргізетін боламын. Я, айтты, ол банктер мен кафелерден тонаған екен. Не үшін тонаған әзірге айтпай отыр. Қарны ашқан секілді. Мен оған қазір азық-түліктен тағамдар келіп берейін. Сосын кішкене тамақтанып алсын. Сосын істі әрі қарай жүргіземіз. Білмеймін, ақшасы бар ма жоқ па, ол жағын әлі сұрамадым. Сіздер келмейсіздер ме? Жарайды, барлығыңды өзім шешуге тырысамын. Я, әрине. Жақсы, қабылданды. Осы тамақ жетіп қалатын шығар. Міне тез жеш. Қайда кетіп қалған мынау? Мынау қайда кетіп қалған? Мені әбден шаршатты ғой, Қайда кетті, Мынау не істеп жүр мұнда? Тоқта, не істеп жүрсің сен? Мұнан да ақша ұрлауға келдің бе? Менің қарным ашып кетті. Енді мен айтқан жоқпын ба, жақсы, қазір тамаққа кетіп берем деп. Сол үшін қашу керек пе? Ұятың қайда өзің? Мен сені аяп өзімше дүкенге барып тамаққа келіп жүрсем? Жүр бол. Біздің әлі сөйлесуіміз аяқталған жоқ. Солай болса қаша бересің бе не? Не деген бассыздық мынау?
Ал тамағыңды тойып жеп болсаң, енді іске көшейік. Дұрыстап таныспаппыз да ғой. Бірінші өзімді таныстыра кетсем, мен аға лейтенант сержанның полковнигі, есімім Жұлдыз. Енді өзің таныстыр? Менің есімім Айжан. Я, Айжан, не себепті бұндай ұрлық жасауға көштің? Бұған не итермеледі? Маған ақша керек болды. Не үшін ақша керек болды? Оған себеп не? Жасамасаң айта аласың ба? Анам алып қалды. Ал анаң қайда? Ол ауылда, мен қаладамын. Сонда анаңа ақша жіберу үшін осылай ұрлыққа көштің бе? Неге жақсы адамдардан сұрамайсың? Бұл өмірде қатыгез адамдар емес, жақсылық жасайтын адамдар да бар ғой. Олар енді сен жаныңды түсініп ақша береді деп ойлаймын әрине. Бірақ мен саған кішкене сеніңкіремей отырмын. Жоқ, шын айтамын. Менің ешқандай ақшам жоқ. Жарайды, сендік дедік. Бірақ енді сонда басқа біреудің нанын жеуге болмайды ғой. Олар да адал еңбегімен ақшасын тауып отыр. Сенің бұлай ұрлағаның жарамайды. Қысқасы, маған бұл ақшаларды бер. Мен иесіне қайтарайын. Жарай ма? Жарайды. Мен сенің көнгеніңе қатты қуаныштымын. Келесіде бұндай әрекеттерге бармашы. Жақсы. Сен жақсы қыз сияқтысың. Мен өзімнің сыйақымның жартысын саған берейін деп шештім. Енді кішкене көмек болсын. Не, ала ғой. Сізге көп рахмет. Оқасы жоқ, бірақ енді келесіде ұрлық жасамас, жарай ма? Жарайды. Жақсы, ендеше сау бол. Сау бол. Жақсы қыз сияқты. Бұған аға лейтенант сержант қарсы болмайды деп ойлаймын. Қазір өзіне толықтай ескертейінші. Алло, аға лейтенант сержант. Былай ғой, жаңа мен манағы қызымен сөйлестім. Есімі Айжан екен. Ол қыз қараптан қарап ұрлық жасап жүрген жоқ екен. Қалай айтсам болады, оның анасы ауырады екен. Анасы ауылда, өзі қалада. Оған ақша табылмай жүр. Сондықтан осылай ұрлық жасауға көшіпті. Бірақ мен оны қамауға ала алмадым. Мені түсініңізші, ол қараптан қарап жасап жүрген жоқ қой. Оның жүрегі негізінен мейірімге толы. Мен бірақ бұған барлығын да түсіндірдім. Келесіде ұрлық жасамауын өтіндім. Ол келісті. Және де одан манағы ақшаларды алып қалдым. Оны кері банктерге, кафелерге қайтарып беремін. Я, әрине. Түсіңізге көп рахмет. Жақсы, сау болыңыз, көріскенше.